Сәлем, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді болып шығатын ерекше тағам түрі қазан кебаптың рецептіменен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай жаңа етпенен картоп қажет болады. Картопты осылай бүтіндей аласыздар, және үлкен болса, осылай бөліп алуға болады. Және де бізге қойдың еті қажет болады. Осылай омыртқалы және қабырғасынан істетесіздер, және таза етінен істететін боламыз. Қабырғаны істеткендеріңіз дұрыс бұл тамаққа. Ең алдыменен осылай қызып тұрған тапамызға картопымызды қуырып алатын боламыз. Жан жағы, айналасын барлығы қып-қызыл болып піскенше айналдырып пісіріп аламыз. Осылай жан-жағын барлығын айналдырып, қып-қызыл етіп пісіріп, дайындап бір ыдысқа алып қоямыз. Енді осы майымызға етімізді қуыратын боламыз. Барлығын салып, осылай шетінен екі бетін айналдырып, қызартып қуырып аламыз. Қазан кебап дегенді естігенде көз алдымызға қуырылған тағам түрі елестейді. Расымен де кәуап деген сөз қуырылған деген мағынаны білдіреді екен. Сол үшін осылай барлық затымызды, яғни етімізді, картопымызды бөлек-бөлек етіп қуырып алып пісіретін боламыз. Неке қып-қызыл етіп пісіп шықты. Енді қазанымызға жаңа майымыздан құйып, ең алдыменен картопымызды саламыз. Қазанның астына жайғастырып, картопымызды салатын боламыз. Оның үстінен аздап тұз сеуіп жібереміз. Енді етімізді бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Оның да үстінен аздап тұз сеуіп, және зіре себеміз. Ол дәмінің өте ерекше әдемі болып шығуына себеп болады. Етті қалауларыңыз бойынша саласыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бұл тағамға өздеріңіз қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Бірақ негізінде осы зіреден мен тұзбенен өте дәмді болып шығады. Дәмі өзгеріп кетпей, дәл қалпында шығатын болады. Бұл тағам түрі өте тойымды, түскі асқа және кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Осылай салып болғаннан кейін аздап су құйып жібереміз, ыстық су. Жай отта 40 минутта пісіп шығады. Бұл тамақ өзбек асханасының өте таңдаулы тамақтарының бір түрі. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, комментарий пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.